Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгінгі тақырыбымда қауынның пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Қауын жасұныққа бай, сондықтан ішектің жұмысын жақсартады. Қауынның құрамында фолат, К дәрумені және магний бар. Олар сүйектің саулығы үшін аса маңызды. Қауынның құрамында калий көп болғандықтан, ол қан қысымын төмендетеді. Қауынның құрамында су көп болғандықтан, организмдегі сұйықтықтың теңгерімі үшін өте пайдалы. Қауында коллагеннің бөлінуіне әсер ететін және теріңізді күн сәулесінен қорғайтын С дәрумені бар. Сонымен қатар аскорбин қышқылы иммунитетті нығайтады. Қауынның құрамында темір, калий, кальций, магний, В, С және А топтарының дәрумендері көп. Солардың әсерінен қауын ісіктердің пайда болуының алдын алып, жүрек қан тамырлар жүйесі аурулары мен диабеттің алдын алатын құрал болып табылады. Сонымен қатар қандағы холестерин мөлшерін төмендетіп, орталық жүйке жүйесін тыныштандырады. Қауынның денсаулыққа зияны. Бала емізетін әйелдерге қауын жеуге болмайды, себебі сәбидің ас қорытуын бұзуы мүмкін. Сонымен қатар қант диабеті, асқазан және аш ішек жарасынан зардап шегетіндерге де қауын зиян. Егер бүйрегіңіз бен өт қабының саулығына диагностикалық тұрғыдан көз жеткізбесеңіз, аталған ағзаларыңызда құм немесе тастың бар жоғын білмеуіңіз мүмкін. Мұндай жағдайда қауынды көп жеу кері әсер етіп, отаға жеткізуі мүмкін. Қауынның құнарлылығы және қалай дұрыс жеу керек. 100 грамм қауында 34 килокалория бар. Қауынды негізі астардың арасында, яғни астан 2 сағат бұрын және 2 сағат кейін жеген жөн. Керісінше жағдайда асқазанда ауырлық сезімі пайда болады. Сонымен қатар бір күнде 300 граммнан артық қауын жемеген жөн. Құрметті менің оқырмандарым, каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.